Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін эфирде Тәтті шай бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Заңғар Бауыржанұлы. Және бізде қонақта филология және журналистика кафедрасының оқытушысы Назым Саймасайқызы. Қош келдіңіз. Сізден жомарттық, сөзге сараң болмасаңыз екен. Алдыңыздағы тұрған шайдан алып отырыңыз. Рахмет, көрермендерге қайырлы кеш дейміз. Барынша жомарттық танытуға тырысамыз. Рахмет. Сізге қояр алғашқы сұрағым, балалық кездегі Назым, жастық шақтағы Назым және бүгінгі күнгі Назым қандай? Не өзгеріс бар? Әрине көп нәрсе өзгерді балалық шақтан бері. Балалық шақтағы Назым қалай еді? Аңғал, сенгіш, арманшыл Назым болды. Көп нәрсені армандадым. Ал енді жастық шақтадағы Назымда ол да арманшыл болды, сенгіш болды. Сосын еңбекқор болды. Ал қазіргі Назым, қалай айтсам екен, арманшылдан көрі көп ойланатын және бір сөзді айтпас бұрын көп ойланатын, көп ізденетін адам деп айтуға болады. Одан кейін бұрынғы кездегідей еңбекқор емеспін. Қазіргі уақытта адамдардың барлығы дерлік әлеуметтік желіні қолданып жатады. Ал сіз өзіңіз әлеуметтік желілердің ішінде қандай әлеуметтік желіні тұтынасыз? Дұрыс айтасың, Заңғар, қазір көптеген адам әлеуметтік желіні қолданады. Сол көп адамның ішінде мен де бармын. Мен көбіне Facebook әлеуметтік желісін қолданамын. Өйткені журналистердің көбі сол Facebook әлеуметтік желісінде қоғамдағы болып жатқан проблемалар, қоғамдағы талқыланып жатқан мәселелер төңірегінде өзімнің ойымды сол Facebook парақшасына бөлісемін. Ал Инстаграмда өте сирек қолданам Инстаграмды, ал ВКонтактеге мүлдем тіркелмегенмін. Твиттерге де тіркелмегенмін. Қазір мені іздесеңдер, сол Facebook парақшасынан табуларыңа болады. Оқырманым да Facebook парақшасында көп, және өзім де сол Facebook парақшасындағы көптеген танымал адамдарды, білімді адамдарды, журналистерді оқимын сол жерден. Жақсы, рахмет. Және сізге келесі сұрақ, осы уақытқа дейін қандай жетістіктерге жеттіңіз? Және алға қойған мақсаттарыңыз жайлы айта отырсаңыз. Осы күнге дейін енді жеткен жетістіктерім дегенде журналистика саласында, оның ішінде әсіресе газет саласында бірқатар жетістіктерге жеттім. Қазақ әдебиеті дейтін үлкен қабырғалы газет бар, республикаға тарайтын, жазушылар одағына қарайды. Сол газетте 14 жылға жуық жұмыс істедім. Сол газетте қатардағы тілшіден бастап бөлім редакторы деңгейіне дейін көтерілдім. Бірқатар елімізге танымал Асанәлі Әшімов, Смағұл Елубай, тағы да сондай көптеген атақты актерлерден, жазушылардан сүбелі сұхбаттар алдым. Енді осының бәрін жетістік деп айтуға татитын болса, меніңше осы жетістіктерді мен өзімнің жетістігім деп атап өтер едім. Рахмет. Алғашқы жұмыс деген газетіңіз қандай? Ең алғаш мен магистратурада оқып жүрген жылдары, ол 2000 жылдары Қазақстанның ғылымы мен жоғары білімі деген газет болды. Ол ғылыми зерттеу институтына қарады. Сол газетте мен тілші болып жұмыс істедім. Ол газет екі тілде шығатын еді, қазақ және орыс тілдерінде. Ол газетте ғылыми танымдық мақалалар жарық көретін. Соның газетте жұмыс істедім. Ол газетте ең алғашқы мақалам. Әрине енді ол менің алғашқы мақалам емес, өйткені мен оқушы күнімнен Ұлан газетіне, Жас Алаш газеттеріне мақала жазып жүрген едім. Ал мынау Қазақстанның ғылым мен жоғары мектебі деген газетте ең алғашқы мақалам Қазақстандағы қымыз өндіру туралы жаздым, және сол Қазақстандағы қымыз өндіруші кәсіпкердің неміс ғалымдармен бірлесіп қымызда жасалған косметика ойлап тапқан туралы бір мақала жазғанмын. Ал одан кейін ол газеттен кейін дәл қазір атын ұмытып отырмын, бір өзі 2 ай ғана жұмыс істеп ашылып қайтадан жабылып қалған бір газет болды. Жас тұлпар еді, сода істедім. Одан кейін осы республикалық магистратураны бітіргеннен кейін
республикалық қазақ әдебиеті газетіне жұмысқа кірдім. Сол қазақ әдебиетінен 2005-ке дейін жұмыс істедім, 2005-те. Одан кейін Қазақстан ұлттық арнасына кеттім жұмысқа, телевидениеге. Телевидениеде 1,5 жылда істедім, 2006-да телевидениеден кетіп, сосын 2008-де қайтадан қазақ әдебиетіне жұмысқа келдім. Рахмет. Осы телевидение мен газеттің арасында қандай айырмашылықтар бар? Енді ол екеуінің арасында өте үлкен айырмашылық бар, өйткені ол екеуі де журналистиканың саласы болғанымен, біреуі енді өздеріңе де оқытып үйретеміз ғой, біреуі электрондық ақпарат құралы, яғни телевидение электрондық ақпарат құралы, газет бұқаралық ақпарат құралы, яғни мерзімді басылымдарға жатады. Сондықтан екеуінің айырмашылығы өте көп. Қазіргі мына технология заманы дамыған кезде өте алшақ деп айтуымызға болады. Қазір енді мен сендерге өздеріңе жиі айтамын, газеттің ақпарат таратудағы функциясы әлсіреді деп айтамын. Неге? Өйткені ақпаратты газет таратып болғанға дейін радио, телевидение, интернет сайттары дайындап халыққа таратып үлгереді. Ал енді бұл газеттің күні өтті дегенді білдірмейді. Яғни бұл газетте телевидение арқылы, интернет арқылы, радио арқылы тараған ақпараттарды сараптап, саралап, талдау газеттің міндеті. Яғни сіздер мысалға қай жаңалықты мысалға алсақ екен. Мысалы сайлау өтеді. Қазақстанда президент сайлауы 9 маусымда өтеді деген ақпараттың барлығы интернет арқылы, радио арқылы тарап жатыр ғой қазір, мысалы, тарап кетті. Енді осы мәселені талдау, оған сарапшыларды шақыру барлығы газет өз міндетіне алады да, газетте осыған байланысты талданған кең материалдар шығарылады. Ал телевидениенің тек журналистерге қойылатын талап ең алдымен жылдамдық, ширақтық, содан кейін жинақылық, сөзді аз қолдану, сараң болу сөзге, солын талап етеді телевидение. Ал газет көбіне ойлану, іздену, жан-жақты талдау, сөзді қалай десем екен, сөзді байыппен қолдануды талап етеді. Осы журналистика саласында жүріп, қандай да бір басыңыздан өткен қызықты жайттар мен қызықты оқиғалар болса, есіңізде болса, соны бізбен бөліссеңіз. Журналистика саласы қоғаммен тығыз байланысты сала болғаннан кейін ода өте үлкен көп қызықтар өтеді. Енді дәл қазір ол қызықтардың барлығы есімде жоқ, бірақ бір ғана қызық болған, соны қазір айтып берейін. Біздің ауылда, енді мен қазақ әдебиеті газетінде жұмыс істеп жүрмін. Ол Алматының төрінде орналасқан газет. Енді алыс ауылда, мынау Қарадала аймағындағы Кетпен дейтін ауылда туғанмын мен. Сол ауылдың ар жағында Кепебұлақ деген кішкентай ауыл бар. Сол ауылдан бір атамыз 80 жасқа толып, сол атамыздың туған күніне маған газетке құттықтау беруді өтініп етті туыстарымыз. Мен оны өзімнің компьютеріме тердім дағыны. Оны облыстық Жетісу газетіне беруім керек. Облыстық Жетісу газетіне дайындап, сосын ол кезде мынау бет қатталатын кабинетте ғана болады, бір принтер. Сол жақтан алып шығарып аламыз. Әр журналистте жеке принтер болмайтын. Бірақ мынау локальная сеть дейді, бүткіл редакцияның компьютері бір сетке бағынатын. Яғни біз ар жақтағы компьютер арқылы, өзіміздің компьютер арқылы ар жақтағы принтерден шығарып алатынбыз. Сол локальный сетке мен әлгі құттықтаудың текстін әдемілеп суретімен бірге қосып салып қойған болатынмын. Назым құттықтау деп жазып қойғам файлдың атын. Сөйтіп қай жаққа садикке, балабақшаға баламды алып келуге кетіп қалғанмын. Бірақ мен тура осы құттықтау мына бетке түссін деп ешкімге айтпаған болатынмын. Кетіп қалып, садик әлгі балабақшадан баламды алып келсем, қазақ әдебиеті газетінің құттықтау беретін 15-ші бетінде әлгі менің туыс атамның суреті, мен жазған құттықтау қазақ әдебиеті газетінің бетінде тұр. Маған тексеруге әкеліп қойыпты корректорлар. Ойбай, бұл қайдан жүр, мен бұны бұған бермеуім керек. Ол бет, енді газетте бет қаттаушылар шығарған кезде бас редакторға бір бет, корректорға бір бет, кезекші редакторға бір бет шығарады. Сонда әлгі құттықтауым менің корректорға да кетіп қалған, бас редакторға да кетіп қалған, бәріне кетіп қалған. Сосын мен әлгіні алып, бұл құттықтау бұл газетке емес еді деп түсіндіріп болғанша бас редактор кабинетінен атып шығып, мынау құттықтау қайдан жүр, менің рұқсатымсыз, неге құттықтау саласыңдар газетке деп ұрсып айғайлағаны бар.
Енді осындай қызықтар болды. Дәл қазір енді есіме түсіп отқан осы. Журналист болмасаңыз, өзіңізді басқа қандай маман ретінде елестете аласыз? Енді осы сұрақ бір қызық сұрақ та. Мен өзім журналист болып жүріп, дәл осы сұрақты ешқандай маған сұхбат берген адамдардың бірде-біреуіне қойып көрмеппін. Бірақ енді мен үшін бұл сұрақтың жауабы жоқ, өйткені мен о баста кішкене күнімнен, бала күнімнен журналист болам деп армандадым. Мен мамам математика пәнінің мұғалімі еді. Кешке жақын тоңға атып, біз ұйықтайтын уақытта мамам балалардың дәптерін тексеріп отыратын. Болмаса сабақ кестесін жасап, сол сабақ кестесін салыстырып отыратын. Одан кейін сабақ жоспарын жазып отыратын. Сөйтіп ол түнгі 3-4-ке дейін ұйықтамай жүретін еді. Сонда бала көңілім шешеме жаным ашитағын. Содан кейін айтам, сен неге мұғалім болдың? Мұғалімнің жұмысы осынша ауыр. Сен өз жұмысыңды үйге әкелмей, сол жұмыста бітіріп келетін жұмыс істемедің ба деп айтқан күндерім болды. Сосын сөйтіп жүрген кезде мен мұғалім болмаймын, ешқашан мұғалім болмаймын, өйткені мен жұмысымды жұмыстан бітіріп келем дедім. Сол кезде өзінде мен журналист болам деп ойлағанмын. Бала күнімде осындай теледидар секілді жан жағына төрт тақтайды қойып жасап алатынмын да, сол тақтайға отырып біздің кезімізде Рабиға Аманжолова деген жақсы дикторлар болған, соларға еліктеп газеттегі жаңалықтарды оқып отыратынмын. Сондықтан өзімді басқа мамандықта елестете алмаймын. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Енді отбасыма келетін болсам, жолдасым Катифов Санат Қанатұлы деген азамат. Онымен біз сол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында жүргенде таныстық. Ол да мен сияқты Казгудың түлегі. Ол заң факультетінде бітірген. Қазір осы Талдықорғандағы әскери тергеу басқармасында басшылық қызметте. Енді Құдай берген 3 ұл бір қызымыз бар. Ұлымыздың үлкені 16-да, ең кенже қызымыз 5 жаста балабақшаға барады. Өзіңізді алда 10 жылда, 15 жылда, тіпті 20 жылда өзіңізді қалай елестетесіз? Кім ретінде елестетесіз? Енді Құдай бұйырса, Құдай аман қойса, сол күнге жетсек, жақсы тілек тілемейтін, жақсы ойламайтын адам болмайды. Ол заманға жететін болсақ, сол келін алып, қыз ұзатып, немерелерін бағып отырған, сол аяулы бір әже боламын деп елестетемін. Жан жақтағы туған туысқа сыйлы, құда-құдағимен жақсы араласатын сондай адам ретінде елестетемін. Енді Құдай аман қойса сол күнге жеткізсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Және Назым апай, бүгінгі күнгі жастарымыздың бойынан көп байқалатын қасиеттердің бірі бастаған ісін аяғына дейін жеткізбей жатады. Осының себебі неде деп ойлайсыз? Оны дұрыс байқағансың, Заңғар. Шынымен де қазіргі жастардың бойында ондай қасиет бар. Бір бастаған ісінен тез нәтиже күтеді. Егер одан әрине тез уақытта ешқашан ешкім нәтижеге жетпейді. Сондықтан олар тез жалығады да басқа салаға бет бұрғысы келеді. Енді мұның себебін нақты зерттеп, тура осының себебін айтқан психологтар болмаса әлеуметтанушылардың бір еңбектерін оқып көрген жоқпын. Бірақ енді өзімнің осы күнге дейінгі журналистік көзқарасыммен, ана ретіндегі көзқарасыммен айтатын болсам, ол мынау жан жақтан жастарды елітетін ақпараттың көптігінде шығар деп ойлаймын. Өйткені олардың қолдарының барлығында смартфонның ішінде алуан түрлі ақпарат бар. Сол алуан түрлі ақпараттан алған мәліметтерді олар тіпті көбі сіңіріп болмайды. Сіңіріп болмайды дағыны әр нәрсенің басын бір шалатыны сондықтан шығар деп ойлаймын. Одан кейін, мысалы, біздің заманымызда бұқаралық ақпарат құралы дегенде телевидение ғана болатын, сосын радио болатын. Ал мынау интернет, смартфон, әлеуметтік желі деген ешқайсысы болмаған. Мүмкін біз қазіргі кезде сендер сияқты жас болсақ, бізде сондай мәліметке толы
бір заманның түлегі болып, бастаған ісімізді аяқтамай, шала болуға бейімделіп кететін бедік. Бірақ енді мұның нақты бір осы екен деген себебін білмеймін, сондықтан бағана айтқан көзқарасым енді өзімнің пайымым бойынша содан шығар. Бірақ енді барлық жас сондай деп айта алмаймын. Белгілі бір бағытқа өзін арнаған, белгілі бір бағытын айқындаған, осы жолда бір деңгейге, бір жетістікке жетем деп жүрген жастар бар, бірақ олар өте аз. Өзіңіздің балаларыңыздың журналист болған қалайсыз ба? Әлде балалардың өзінің еркі, өзі қандай мамандыққа түскісі келеді деп ойлайсыз ба? Журналист болғанын енді мен тура осы мәселе төңірегінде ойланып көрмеппін, өйткені үлкен ұлым журналистикадан гөрі математика, физикаға жақын. Сондықтан өздерінің еркі қалай шешеді, қалай болады. Журналист мамандығы былай қарағанда оңай көрінгенімен өте қиын мамандық, сондықтан шамасы жетіп, шамасы келіп алып кетсе қарсы емеспін. Өзіңіздің пір тұтатын, еліктеп өскен, әлі күнге дейін еліктеп сол кісіге қызығатын тұлғаңыз бар ма? Журналистика саласында. Енді біз журналистика саласында көптеген журналистерге еліктедік. Бағана айтқандай, мысалы Рабиға Аманжолова деген диктор болды деп айттым, сол кісілерге еліктеп өстік. Мысалы Жас Алаш деген газетті бала күнімізде мектеп оқып жүргенде көп оқыдық, Ұлан газетін көп оқыдық. Сол кезде мысалы Жас Алаш газетінде Жолдасбек Туанабай деген журналист ағамыз болды. Әлі күнге дейін сол кісімен араласып сөйлесіп тұрамыз. Сол кісілердің жазған сызғандарын оқыдық. Нұртөре Жүсіп, Әділбек Қаба, Сәкен Сыбанбай, Дәурен Қуат, осы кісілердің жазғандарын оқып өстік, және солар сияқты жазсақ екен деп армандадық. Енді қазір Құдайға шүкір ол кісілердің барлығымен әріптес ретінде сөйлесіп, тең дәрежеде әңгімелесе аламыз. Бірақ ол солардың деңгейіне жеттім деген сөз емес, әлде де мен олардың жазғандарынан үйренуден танған емеспін, әлде үйреніп келе жатырмын. Енді өзімнен біреу үйренетін жасқа жетсем де, мен біреудің жазған сызғанынан үйренуді әлі тоқтатқан жоқпын. Өзіңіз айтып өткендей, телевидениеда жұмыс істедім деп жатырсыз, және осы университетімізге журналистика мамандығын оқитын студенттеріміз, осы телевидениеға студенттер осы салаға дайындығы қалай? Теория жағынан білім алып жатқан студенттерге практика жағынан назардан тыс қалып жатқан жоқ па? Енді сұрағың өте орынды сұрақ. Мен өзім осы университетке сабақ беруге келгеніме биыл енді бір оқу жылы болды, аяқталды. Меніңше практикалық жағынан дегенде, қай практикалық жағынан қалыс қалып жатыр? Мысалы, телевидение саласы бойынша біздің студенттер практикалық жағынан қалыс қалып жатыр деп айта алмаймын, өйткені өздеріңе белгілі осындай жабдықталған жақсы студия бар, өздерің съемкаға шығып жүрсіңдер, сюжет жасап жүрсіңдер. Менің айтайын дегенім, балалар практикалық тұрғыдан газет практикасынан қалыс қалып жатыр екен. Өйткені балалар газет оқымай-ақ журналист болуға болады деген ұғымды өздеріне қалыптастырып алған. Әрине, газет оқымай-ақ журналист болуға болады, бірақ ол кезде бәрібір бір аяғың ақсаңдап қалатын рас. Өйткені журналистиканың атасы ол газет, журналистиканың яғни фундаменті газет. Сондықтан газеттен журналист болуды, газеттен тәжірибеден өткен бала жақсы меңгереді. Ал телевидениеге бірден кіріп кеткен бала газетке келгенде жұмыс істеуге қиналады. Өйткені газетке жазу телевидениеге жазуға ұқсамайды, екеуі екі бөлек. Сол жағынан алғанда телевидениеден мысалы Лескен Әлбәтір ағайларың бар дайындап жатқан, осында Самал апайларың бар, дайындықтарыңды жақсы деп бағалаймын, жаман емес. Бірақ сол камераның аздығы кішкене сендерге қолбайлау болады екен. Сондықтан болашақта бұл мәселені зав. Кафедрамыз Жұмағали Бейсенбаевичпен осы салаға тиісті жауапты мамандар шешетін шығар деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Осымен бағдарламамызды аяқтасақ, сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі ашылып, шынайы жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз.
және де сізге шығармашылық табыс, отбасыңызға амандық, береке тілейміз. Сіздерге де рахмет, студияға шақырып, осындай сұхбат алғандарыңызға сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.